Сәлем, сіздермен бірге Жансая драма. Мен сіздерге бүгінгі шығарылымда 2023 жылғы жарық көрген кореялық «Подмена» атты фильмді қысқаша баяндайтын боламын. Басты кейіпкеріміз Пак Хан Корея киноиндустриясында жұлдызы жанған актер, халық арасында керемет рөлдермен танымал жарық жұлдыз. Қаланың қақ ортасында орналасқан үлкен пәтер бар. Актердің анасы әлемді аралап қыдырып жүреді. Чойун оның досы әрі менеджері. Ол Пак Ханның актерлік жолында әрқашан көмектесіп, оның ешкім көтере бермейтін ерке мінезін көтеріп жүреді. Чойун кезінде ол да актер болған, бірақ актерлік жолда жолы болмағандықтан қазір отбасын асырау үшін менеджер болып қызмет атқарып жүр. Үздік актер марапаттау кешінде Пак Хан өзі күткендей үздік актер номинациясын жеңіп алады және сахнада осыдан 10 жыл бұрын өзінің ешкім танымайтын жаңа бастап келе жатқан актер болғандығымен бөліседі. Осы марапаттауды актердің бұрынғы сүйіктісі Сухён да тамашалап отырады. Сухён шет елден Сеулге өзінің көрмесін өткізуге келген болатын. Марапаттау рәсімінен кейін Чойун отбасына асыққанмен, Пак Хан өздерінің кезінде тамақтанатын ескі дәмханасына соғып, аздап ішімдік ішуді ұсынады. Чойун досына Сухённың Сеулге өзінің көрмесін өткізуге келгендігін айтады. Актер сол сәтте 10 жыл бұрын сүйіктісі Сухёнмен айырылысу сәтін есіне түсіреді. Сол жағдайдан кейін қыз Нью-Йоркке оқуға кетіп қалған екен. Масайып қалған досын Чойун таксиге отырғызып, өзі жаңа жыл қарсаңында отбасымен бірге болуға асығады. Такси жүргізушісі актерді бірден танып, сіздей актердің менің көлігіме отырғаны қандай бақыт дейді, және актердің көңілсіз күйін көріп, сіз өміріңізге риза емессіз бе деп сұрайды. Егер де сізге өміріңізде бір ғана нәрсені өзгертуге мүмкіндік берсе, нені өзгертер едіңіз дейді. Масайып қалған актер мән бермейді. Пак Хан таңертең ұйқысынан танымайтын үйдің еденінде оянады және ояна сала өзіне қарай екі кішкентай баланың әке деп жүгіріп келгеніне таң қалып тұрғанда, Сухённың өзіне неге сонша көп ішімдік іштің деп ұрсып жатқанын көріп, мына жағдайларды түсінбей далаға қашып кетеді. Бірден Чойунге хабарласады, бірақ номер тіркелмеген болып шығады. Сосын бірден өзінің қымбат пәтеріне жол тартады. Пәтерді бейтаныс ер адам ашып, бұл өзінің пәтер екенін айтады. Ал Пак Хан болса, үйге баса бөктеп кіріп, менің үйім деп шу шығарады. Ал әлгі ер адам болса, әйелінің көңілдесі деп ойлап қалып, қол жұмсамақ болады. Осы кезде үй күзетшілері келіп, оларды айырады. Содан Пак Ханды полиция бөлімшесіне әкеледі. Полиция қызметкерлері ол үйге сіздің түк қатысыңыз жоқ деп түсіндіреді. Ал Пак Хан болса, өзінің танымал актер екенін айтып, өзінің ешкім танымағандығына ашуланады. Сол кезде бөлімшеге Сухён келіп, күйеуі үшін кешірім сұрап, көп ішімдік ішкендіктен деп түсіндіреді. Ал Пак Хан болса, Сухёнды әйелім емес деген сөз үшін бетінен бір шапалақ жейді. Сол кезде актер кеше түндегі отырған біртүрлі таксиден кейін осы түсініксіз жайттардың орын алып жатқанына көзі жетеді. Сухёнмен бірге үйіне қайтып оралады. Әйелі егіз балалары ұлы Роха мен қызы Рохиға бас-көз болып қалуын сұрап, өзі жұмысқа кететінін айтады. Амалсыздан қалған актер әлі де болса, әйел мен балалары қайдан пайда болғанын түсінбей тұрады. Әйелі жұмысқа кеткен соң актер балаларын алып такси бекетіне барып, кешегі таксиді іздейді. Бірақ та ол жақта өзі іздеген такси көлігі жоқ болып шығады. Үйге оралған Пак Хан балаларынан өзінің де ешкім танымайтын актер екенін, шағын эпизодтарда ойнайтынын біледі. Кешке Пак Хан Сухёнға негізінде танымал актер екенінің, осы кезге дейін жалғыз өмір сүргенін, кеше түнде бір таксиге отырып, жүргізуші жаңа жылға сыйлық жасаймын деп мен таңдамаған өмірге түсірді дейді. Ал әйелі болса, оған өзіңді шоуға түсіп жатырмын деп ойлайсың ба деп сенбейді. Амалы құрыған Пак Хан аяқ астынан пайда болған жаңа отбасына үйренуге тырысады. Осы кезге дейін бай, бірақ жалғыз өмірі енді аяқ астынан қарапайым шулы отбасыға айналды. Осылайша арада бірнеше күн өтеді. Бірде әйелінен өзінің танымал емес шоуға түсетінін біліп, өз рөлін өте керемет алып шығады. Бірақ та бұл кішкентай рөлі бар жұмысын өзінің көңілінен шықпайды.
және ескі досы Рухи хабарласып, содан өзінің 10 шақты көрермені бар театрда қойылым көрсететінін біледі. Өзінің бұрынғы өміріндегі менеджері Чойонның қазіргі өмірінде үлкен рөлдерді сомдайтын атақты танымал актер екенін біледі. Өзінің бай өмірін досы Чойонге беріліп, орындары ауысқанын түсінеді. Сосын Чойонның компаниясына барып, досымен жолығады. Чойон досын бірден танып, тамақтануға апарады. Тамақтану барысында 10 жыл бұрын Сухёнды таңдап, кастингтен бас тартқан үшін сол рөл досы Чойонға бұйырып, қазір танымалдылығы сол кастингтің арқасында екенін айтады. Пак Хан шынайы өмірде кастингтен бас тартпай танымал болған, ал қазіргі өмірде керісінше Сухёнды, яғни әйелін таңдап, осы өмірге ие болғанын түсінеді. Пак Ханның театрдағы азғантай көрермені бар қойылымына досы Чойон да келеді. Өз рөлін жақсы сомдап шыққаннан кейін барлығы кешкі асқа барады. Чойонның Рухиге көңіл аударғанын досы байқайды. Пак Хан енді қазіргі өмірінде әжептәуір үйренісіп қалады. Сухённың достарымен керемет кеш өткізіп, көңіл көтереді. Келесі күні бұлардың үйлеріне Пак Ханның анасы келеді. Шынайы өміріндегі шет ел аралап жүретін анасына қарағанда, әрине бұл өмірдегі анасы өзгеше қарапайым болып келеді. Анасы кетерде баласына неге шоуға түспей кеттің, сенің Чойоннан қай жерің кем? Ол үнемі теледидардан түспейді дейді. Сол кезде Пак Хан анасына жақын күндері мен де фильмдер мен драмаларға түсетін боламын деп сөз береді. Анасы олдың қалтасына ақша салып, отбасыңмен дәмді ас ішіңдер дейді, және әкенің басына баруды ұмытпа деп тапсырады. Пак Хан әкесінің басына барғысы келмейді, өйткені ол өмірінде әкесімен тек 10 рет қана кездескенін айтады. Келесі күні Пак Хан кастингке барады, өзінің актерлік шеберлігін көрсетеді. Бірақ та режиссер өзімен емес, досы Чойонмен жұмыс жасағысы келетінін айтып, досыңды көндіруін сұрайды. Пак Ханға бұл ұнамайды, намысына тиеді. Өйткені Чойон әдейі бұл рөлден досы үшін бас тартқан болатын. Досы Пак Ханға келесі жылы балаларың мектепке барады, тұрақты жұмыс керек саған деп, өзіне менеджер болып жұмысқа тұруын ұсынады. Ал Пак Хан болса, намыстанып, ашуланып кетіп қалады. Пак Хан әйелінің жұмысына барып, оны орнынан таппайды. Балалармен саябақта отырады. Сол кезде қызы әкесінің танымал болатынына сенетін және қолтаңбаны қалай қоятын сұрайды. Әкесі көрсетіп отырғанда ұлы Роха құлап, қолын жарақаттап алады. Әкесі бірден ауруханаға апарады. Артынан анасы Сухён да келеді. Сол кезде Пак Хан әйелінің дүкенде сатушы болып қызмет жасайтынын біліп ашуланады. Осы кезде өзінің карточкаларын тексеріп, түк ақшасы жоқ, отбасын асырай алмайтын мүсәпір екеніне көз жеткізеді. Амалсыздан досының ұсынысына келісетінін айтады. Менеджерлік жұмысында досы Чойонге қолынан келген көмегін аямай, өзінің бұрынғы өміріндегі актерлік тәжірибесіне сүйене отырып, ұтымды келісім шарттарға қол қойып, қиындықтарға ұшырамау жолдарымен бөліседі. Досына тіпті сценарий жаттауға да көмектеседі. Кезінде ұзақ сөйлемді сценарийлерді жаттауға ерініп жалқау болғанын да түсінеді. Түсірілім барысында шағын рөлдегі ойнайтын актер келмей қалып, орнына Пак Хан түсетін болып шешеді. Өзіне берілген бұл мүмкіндікті Пак Хан жақсы пайдаланып, өзінің актерлік шеберлігін толығымен көрсетіп, өз рөлдерін керемет алып шығады. Пак Хан сұлу әйелі мен сүйкімді балаларының қасында бақытты өміріне үйренісіп, тіпті осы сәттерден ләззат алады. Ол әрбір отбасымен өткізген сәтін ең бақытты күн деп санайды. Балаларының күлкісі мен әйелінің қуанышы, үйінің ішіндегі жылулық бәрі оған қатты ұнайды. Пак Хан отбасын досы сыйлаған қала ортасындағы пәтерге көшіргісі келеді. Бірақ Сухён балаларының балалық шағы өткен үйлерін ауыстырғысы келмейтінін айтып қарсы болады. Пак Хан да Сухёнмен келісіп, дәл қазіргі бақытты күндеріне шүкіршілік етеді. Ол өзінің бұрынғы жалғыздықпен өткізген бай өмірін ойлағысы да келмейді. Нағыз бақыт отбасында екенін түсінді. Әр күн сайын отбасының жанында болуға асығып келетін. Жұмысы да алға басып келеді. Пак Хан режиссерлердің көзіне түсіп, халық арасында да аздап танылып қалды.
үздік актер марапаттау рәсімінде Чойун үздік актер номинациясын жеңіп алады. Чойун сахнада дос әрі менеджері Пак Ханға алғысын білдіреді. Осы кезде Пак Хан досының өзінен қарағанда әлдеқайда жақсы адам екенін түсінеді. Өздерінің үйреншікті дәмханаларына барып ішімдік ішпекші болады. Сол кезде Пак Хан өзіне ұсынған басты рөлден бас тартқанын айтады. Өйткені сол рөлді сомдау үшін отбасынан 3 айға жыраққа кету керек болады. Сол үшін бас тартып отбасының қасында болғысы келетінін айтады. Чойун болса, мен сенің өміріңе қызығам, тіпті өмірімді ауыстырар едім дейді. Және де досы Рухиға сөз салып үйленгісі келетінін айтады. Сонымен олар үйлеріне тарқасады. Пак Хан досын таксиге отырғызып жібереді де, өзі де такси ұстайды үйіне қарай. Бүгін жаңа жыл кеші болатын. Ол отбасына асығады. Таксиге отырғаннан кейін жүргізуші ертең таңертең бәрі өз қалпына келетінін айтады. Өз өміріне ораласын дейді. Актер болса, қайтып оралғысы келмейтінін айтып, қатты айқайлайды. Басқа амал жоқ, өткізген 1 жылды артқа қалдырасың дейді. Такси көлігі тоқтайды. Жүргізуші кезінде өзінің де жұмысқа көп уақыт бөліп, отбасына көңіл бөле алмағанын айтады. Және сол ісіне өкінетінін айтады. Бұл жүргізуші шын мәнісінде Пак Ханның өмірден өткен әкесі болып шығады. Пак Хан көзіне жас алып, көліктен түсіп, үйіне қарай бет алады. Алдынан жүгіріп шыққан балаларын қатты құшақтап, жатарда олардың ұйықтағанын күтіп, қастарында ұзақ отырады. Актер бұл оның отбасымен соңғы күні екенін біліп, олармен ұзағырақ уақыт өткізгісі келеді. Бауыр басып қалған отбасынан айырылып қалғысы келмейді. Әйелін құшақтап жатып, таңертең өзінің әдемі пәтерінде бұрынғы өміріне қайтып оянады. Қасында менеджер Чойун келеді. Пак Хан досынан бір ғана күн өткенін естіп, Сухёнға баруға асығады. Кетерде досына актерлік жолды қайтадан қолыңа алуын және өзі көмектесетінін айтады. Сонымен актер жүгіріп Сухённың көрмесіне жол тартады. Көрмеге келіп, өзінің отбасымен бірге тұрған үйі бейнеленген суретті көріп, таң қалып, және бұл суретті оның алдында көргенін айтып тұрады. Қасына Сухён келеді. Сол кезде Пак Хан Сухённың қолына ұстап, бірдеңе көрсеткісі келетінін айтып, жүгіріп кетеді. Өздерінің бақытты өміріндегі тұрған үйдің алдына келіп, Сухёнға сезімін білдіреді. Арада 2 жыл өтіп, екеуі үйленіп, егіз балалары Роха мен Рохи дүниеге келген екен. Сухён екеуі балаларына бірге қарап, бақытты күндерін кешіп жатады. Сол бір жаңа жыл кешіндегі сыйлыққа актер әлі күнге дейін рахмет айтады. Осымен біздің керемет эмоцияларға толы фильміміз аяғына да жетті. Тағдыр сізге де осындай сыйлық жасаса, сіз қай сәтті өзгертер едіңіз? Әлде сіз өз өміріңізге ризасыз ба? Әрбір күнімізді бақытты етіп өткізуге тырысайық. Достар, сіздерге қысқаша фильм ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікіріңізбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Келесі жаңа видеода кездескенше қош сау болыңыздар.